Мен дәл қазір Қарағанды қаласының қасындағы Кеңес одағы кезінде 30-шы жылдардан бастап жұмысын атқарған Карлаг еңбекпен түзеу лагеріндемін. Қазір сіздермен бірге осы жерге қамалған адамдардың қандай жағдайда өмір сүргенін көреміз. Осы жерге қамалып жатқандардың ортақ бөлмесі шамамен осындай болған. Ал мына жерде олардың 30-шы жылдары қолданған шынайы ыдыс аяқтарын қойып қойыпты. Мына жерден енді аурасын, атмосферасын айтпай қойын. Дене тітіркендірер, кәдімгідей қорқынышты. Ал мынау әйелдердің бөлмесі. Мына жерге қай ұлттан қанша әйел қамалғанын жазып қойыпты. Казашки 88 адам дейді. Ең қызығы, бұл адамдар негізі қылмыскер деп айтуға да келмейді. Жай ғана сол кездегі үкіметтің ойына келген, жасағысы келмеген, немесе оларға бір ыңғайсыз болған адамдардың қамалғаны. Мынау қойып қойған манекендерін енді айта алмаймын.